Тіл сақтауға мүмкіндік болғанда, тіл сақталуға тиіс. Біз тілімізді қанша сақтасақ, ұлтымызды да сонша сақтаған боламыз. Ғұмар Қараш. Бала өз ана тілінде тәрбиеленбесе, өз халқына қызмет ете алмайды. Жүсіпбек Аймауытұлы. Қазақтың тілі, Алаштың сөзі. Біз 5-ші Д сынып оқушылары тіл мерекесіне арналған челленджді бастаймыз. Ана тілің арың бол. Ана тілің біліп қой, еркіндігің, теңдігің. Ана тілің біліп қой, мақтанышың, елдігің. Ана тілің арың бол, ұятың болып тұр бұл бетте. Өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте. Тілінсіз халық болмайды. Тілінен айырылған ұлт, тарихынан, түп тамырынан айырылған ұлт. Тілсізді ұлт деуге болмайды. Тілінен айырылған халық, ата-бабасының, туған әкесі мен анасының атын ұмытқан халық. Ал ондайларды мәңгүрт деп атайды. Біз 5-ші Д сынып оқушылары тіл мерекесіне арналған челленджі 6-ші В сынып оқушыларына жолдаймыз. Біз 6-ші В сынып оқушылары тіл мерекесіне орай жасалған челленджді 5-ші Д сынып оқушыларынан қабылдап алдық. Қазақтың мектебінде оқитын әрбір ұлы тұлғаның артын басып келе жатқан келешектегі ұрпақ, яғни біз өзіміздің ана тіліміз бен әдебиетімізді сүюіміз шарт. Бұл сүйіспеншілікті орта сыныптан бастап жоғарғы сыныпқа дейін үйретеді. Және де біз үлкен оқу орнына түсіп, жақсы мамандық иесі атансақ та өзіміздің ана тіліміз бен әдебиетімізді көзіміздің қарашығымыздай, өзіміздің асыл қасиетіміздей, денсаулығымыздай сақтауымыз тиіс. Және де біз өзіміздің ана тілімізді ешқашан басқа тілдің алдында жерге қаратпай, біздің елімізге келіп жатқан түрлі туристерді қазақ тіліне үйретіп, және де оған қызықтырып, өзіміздің ана тілімізді дамыту біздің қолымызда, және де оны жасөспірім балаларға үйрету де біздің қолымызда. Сол үшін әрқашанда өзіміздің ана тіліміз бен әдебиетімізді сүйіп жүруіміз шарт. Бұл дәуірде өз тілін, әдебиетін білмеген, қадірлемеген адам толық мәнді интеллигент емес деуге де болады. Себебі ол қандайлық мамандық білімі болса да, рухани ой тәрбиесі сыңар жақ азамат болады. Мағжан Жұмабаев, қазақ тілі. Күш кеміді, айбынды туқылады. Кеше батыр, бүгін қорқақ бұғады. Ерікке ұмтылған ұшқыр жаны кісенде, қан суынған жүрек солғын соғады. Қыран құстың қос қанаты қырқылды, күнде күшті күркіреген ел тынды. Асқар Алтай, алтын ана есте жоқ, батыр хандар, асқан жандар ұмытылды. Ерлік, елдік, бірлік, қайрат, бақ ардың, жауыз тағдыр, жойды бәрін не бардың. Алтын күннен бағасыз бір белгі боп, нұрлы жұлдыз, бабам тілі сен қалдың. Жарық көрмей жатсаң да ұзақ кен тілім, таза, терең, өткір күшті кең тілім. Таралған түрік балаларын бауырыңа, ақ қолыңмен тарталарсың сен тілім. Біз 6-ші В сынып оқушылары тіл мерекесіне арналған челленджді 8-ші А сынып оқушыларына жолдаймыз. 8-ші А сынып оқушылары тіл мерекесіне арналған челленджді 6-ші В сынып оқушыларынан қабыл алдық. Ана тілім арында, намысымда, бойыма күш, ойыма шабыт берер. Тіл деп білем тірлікті, бірлікті де, тіл деп білем анамның айналғанын, тіл деп білем заманды, қоғамды да. Куә болар жылдарым оған мына, тілімменен аласың адамды да, тіліңменен шыға аласың көп алдына. Үш бақтым Мұқағали мақтай, ең бірінші бақтым халқыммен. Соған берем ойымның алтын кенін. Ол бар болса мен бармын, қор болмаймын, қымбатырақ алтыннан нарқым менен. Ал екінші бақтым тілім менен. Тас жүректі тіліммен тілім дедім, кей-кейде дүниеден түңілсем де, қасиетті тілімнен түңілмедім.
бақытым бар үшінші отан деген, Құдай деген кім десе отан дерем, оты сөнген жалғанда жан барсың ба, ойланбай-ақ, кел дағы отауым. Үш бірдей бақытым бар алақанда, мені мұндай бақытты жаратар ма? 3 күн нұрын төгеді аспанынан, Атырау, Алтай, Арқа, Алатауға. Тілі жүрегісің анамның, жүрек ана, мен өзіңнен жаралдым, сағат сайын саулығыңды тілеймін, сенсің мына керегіне ғаламның. Сенің әрбір тынысыңмен күн кешем, сен арқылы тіршілікпен тілдесем, ел бетіне қалай түзу қараймын, ана тілім, егер сені білмесем. Біз 8 А сынып оқушылары тіл апталығына арналған челленджді 10 А сыныбына жолдаймыз. Мағжан Жұмабаев, қазақ тілі. Күш кемеді, айбынды ту құлады, кеше батыр, бүгін қорқақ бұғады. Ерікке ұмтылған ұшқыр жаны кісенде, қан суынған, жүрек солғын соғады. Қыран құсты, қос қанаты қырқылды, күндей күшті күркіреген ел тынды. Асқар Алтай, алтын ана есте жоқ, батырхандар, асқан жандар ұмытылды. Тіл мемлекеттің тұғырлы тірегі, рухани байлығы, өткені мен болашағымыздың айқын көрінісі. Тіл тәуелсіздік айғағы. Адамды мақсатына жеткізетін ана тілі мен ата дәстүрі. Ата дәстүрі екен. Осыған орай Мұзафар Әлімбаевтың ана тілі өлеңін арқау етсем. Ана десем, ана тілі ойғыралар, баладай қуанарсың тойға барар. Тыңдасаң көне аңыздан, көркем нақыл, болжамда қаншығама байлап алар. Теле білсек бір ауыз қаулең, неше миллион інжу маржан шамамен. Қанша гүлден қазақ тілі бақшасы, қандай дана өлшер қандай бағамен. Ана тілім ұрысты ма, құнды ма, деп сұрамас тілі тегін білген сұңғыла. Тіл туған тілде асқайырған сайында, оқығандай серпіліп қалдырдыға. Анамыздың ақ сүтімен бойымызға дарыған ана тілін ұмыту, ата бабамыздың тарихын ұмыту деп Бауыржан Момышұлы айтқандай, ата бабамызға деген құрмет пен қошеметті ең алдымен ана тілімізді қастерлеп қошеметтеуден бастағанымыз абзал. Назарларыңызға рахмет.